оқушылар, біздің мектебімізде осы әжемнің ертегісі деген ертегілер болып жатыр. Сол ертегіге қош келдіңіздер. Енді ертегімізді бастау үшін ашып беруге мектеп директорына сөз береміз. Саламатсыздар ма бүлдіршіндер? Саламатсыз ба әжесі? Міне бүгін әжеміз бізге әдемі айбат ертегі әкеліпті, иә балалар? Мұқият тыңдаймыз ба? Себебі балалар, байқадыңдар ма? Әр әжеміз күнде келіп бізге бір жақсы өзінің сақтап жүрген ертегісін айтады екен, иә? Сосын әжеміз жалғыз өзі келген жоқ, балапандарын, немерелерін алып кетті. Және бізге қараңдаршы, айбат бауырсақтар пісіріп кетті, иә балалар? Сол себепті жақсы ертегісін құлақ тұрып, мұқият тыңдап отырайық балалар. Ал іске сәт. Олыңдар ма? Сабақтан келіп қойдыңдар ма? Шаршамадыңдар ма? Сабақтан не үйрендіңдер? Математика. Дария. Біз сабақтан ат туралы өттік. Нанды қашырлау керек екенбіз. Әже, мен болсам тақпақ жаттап келдім. Нан құқымын шаспанда, жете жатса баспанда. Теле балыққа телеп, тоға аяға тастанда. Ой, бәрекелді. Әдемі айттың. Нанды қастерлеу керек, жерге тастамау керек, дұрыс айтасың. Ендеше балалар, мен сендерге қазақ халқының бір үзім нан деген ертегісін айтып берейін. Жарай ма? Бай мен кедей көрші өмір сүріпті. Олардың араздығы сондай, бір-бірін көргісі келмейді екен. Байдың үйі кең, әдемі болыпты. Іші толған алтын мен күміс. Ал кедейдің үйі ағаштан жасалған, төбесін бұтамен жапқан қора екен. Алтын мен күміс түгілі нанын әзер тауып жейді екен. Егін егіп, оны суарып, күтіп, орып, өз күнін өзі көріп жүреді екен. Бір жылы көктемде алапат су тасқын болады. Бай алтынын көтеріп, ағаштың басына шығып кетеді. Ал кедей болса, бір көмеш нанын қойнына салып, ол да ағаштың басына көтеріледі. Су тасқыны 15 күнге созылады. Бір күні қарны ашқан бай кедейге: «Әй кедей, сен мына бір кесек алтынды ал да, маған бір үзім нан бер» дейді. «Жоқ, алтының өзіңе, нан бере алмаймын» деп жауап береді кедей. Екінші күні бай кедейден тағы да нан сұрайды. «Алтынымның жартысын берейін» дейді бұл жолы. «Жоқ, бере алмаймын» деп жауап қатады кедей. Ақыры аштан өліп бара жатқан соғышыдан бай бір үзім нанға барлық алтынын айырбастайтынын айтады. Кедей бәрібір көнбейді. Бойынан күші кетіп, бай басы айналып, суға құлап түсіп кетеді. Ал келесі күні су тоқтап, кедей ағаштың басынан түседі. Халықтың алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген мақалы осыған орай болса керек. Біз нанды құрметтеуіміз керек, балалар. Жерде жатса баспай, жоғарға көтеріп қоюымыз керек, балалар. Балалар, ертегі ұнады ма? Әже, бай неге суға құлап түсті? Себебі ас адамның арқауы дейді. Ол өзімен бірге нанын алмай, ағаштың басына алтындарын алып шықты. Сол үшін ол әлсіреп, аштықтан басы айналып, суға құлап түсті. Әже, бай неге нанын алып шықпады? Себебі ол өзінің алтындарын ғана ойлады. Өзінің қарны ашып, нан керек болатынын ойламады. Сол үшін ол суға құлап түсті, аш болып. Балалар, ертегі ұнады ма?